Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыбы робототехникада биомеханиканы қолдану, медициналық биомеханика, эргометриялық биомеханика. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты биомеханиканы робототехникада қолдануды, инженерлік биомеханиканы оқып үйрену. Медициналық биомеханиканы, эргометриялық биомеханиканы оқып үйрену болып табылады. Жалпы биомеханика дегеніміз не? Соған тоқталайық. Биомеханика ол тірі ағзалардың қозғалыс мүмкіндіктерін және қозғалу әрекеттерін зерттейтін ғылымның саласы. Биомеханика құпияларын зерттеудің тарихы сонау 13 ғасырдан Леонардо да Винчиден басталған болатын. Ол адамның қозғалысын анатомия және механика тұрғысынан зерттеген. Алғаш рет жануарлардың қозғалысы туралы жазбалар Аристотельдің еңбектерінде де болған. Енді балалар, басты биомеханиканың салалары, олар инженерлік биомеханика, ол робототехникамен байланысты, медициналық биомеханика, ол травматизм мен протездеу профилактикасы, және эргономикалық биомеханика, ол адамның тірі табиғатпен байланысы. Робототехниканың даму бағыттары қазіргі таңда өндірісте, медицинада, ойын-сауықта, қауіпсіздік жүйесінде, өмірде және космосты зерттеуде қолданылады екен. Роботтарды қозғалту және іске асу жүйелері. Олар біздерде ауа бұлшықеттері және нейтринолды сымдар. Ауа бұлшықеттері қарапайым құрылғы болып табылады. Оны ең алғашқы рет 1950 жылы МакКибен ұсынған болатын. Ауа бұлшықеті биологиялық прототипті белсенділігін арттырғанда жиырылады. Ауа бұлшықеттерінің салмағы аз, икемді конструкция және салмағына қарағанда күшін біртіндеп дамытуы жоғары қатынаста болады. Және сонымен қатар ұзына бойына бұрауға да шыдамды келеді. Тағы бір ерекшелігі ұштарды бекітуді талап етпейді. Негізі олар екі бөлімнен тұрады. Ішкі созылмалы жұмсақ резеңке түтікшелерден және капроннан дайындалған сыртқы торлы ұяшықтан тұрады. Нейтринолды сымдар дегеніміз не? Ол форманы есте сақтау қабілеті бар материалдар класына жататын қоспа болып табылады. Және сым түрінде қолданылады. Қыздырған кезде алғашқы ұзындығын 10%-ға дейін қысқарталады. Бұл жиырылу сызықтық қозғалыс тудырады. Есте сақтау эффектісі қоспа үшін ерекше қасиет болып табылады. Қоспаны ауыспалы күйге жеткізетін температураға дейін қыздырғанда, ол автоматты түрде алғашқы берілген формасына келе қалады. Бұл қайталау процесі термальды босаңсыту процедурасы деп аталады. Бұл процесс қоспаның кристалдық торын өзгертеді. Нейтринолды сымды қыздырудың қарапайым әдісі одан тұрақты электр тогын өткізу болып табылады. Медициналық биомеханика. Жалпы оның негізгі салалары омыртқа жотасы биомеханикасы, қозғалыс биомеханикасы, қан айналым биомеханикасы, буындар биомеханикасы, тыныс алу жүйесінің биомеханикасы болып табылады. Омыртқа жотасы биомеханикасы ерекше қызықшылық тудырады. Себебі омыртқа жотасы адам ағзасында маңызды рөл атқарады. Ол жұлынды қорғап тұрады, тепе-теңдікті сақтайды, жүру кезінде амортизация қызметін атқарып, қаңқаға мықтылық қасиет береді екен. Омыртқа жотасы патологиясын диагностикалаудың биомеханикалық әдістері клиникалық тестілеу, механикалық қасиеттерді өзгертетін құрылғылар, магниттік резонанстық томография, рентгенография, инвазиялық әдістер, арнайы бағдарламалық ақпараттық кешендер.
Жалпы бұл әдістер алуан түрлі болғанымен, негізгі омыртқа жотасының патологиясын диагностикалайтын мінсіз әдіс әлі жоқ болып отыр. Әр бөлімді диагностикалау және емдеу үшін қолданылатын биомеханика заңдары болған. Жалпы омыртқа жотасының биомеханикасын зерттеуде Фрейд заңдары маңызды рөл атқарады. Тоқталатын болсақ, бірінші, омыртқаның бел және кеуде бөлімдері қалыпты жағдайда болса, ротация, яғни айналма және бүйірге иілу қарама барысы бағытта жүріп отырады. Екінші, омыртқаның кеуде және бел бөлімдері алға және артқа иілгенде ротация мен сайд-бендинг бір бағытта жүреді. Үшінші, кез келген кеңістіктегі омыртқа сегменті қозғалғанда қозғалыс өзгереді және бұл қозғалыс сегменттің басқа кеңістіктегі қозғалыстарын өзгертеді. Енді оқушылар, медициналық эргономикаға тоқталатын болсақ, ол жалпы жүктерді және науқастарды тасымалдау денсаулық орындарында жиі кездесетін ауыр жұмыстардың бірі болып табылады. Эргономикада есепке алынатын параметрлер, міндеттер, яғни орындалатын жұмыс, не орындаймыз? Жүк, ол науқас болуы мүмкін. Қоршаған орта, құрал жабдықтарды есепке алу, яғни ол бізде зеңбіл болуы мүмкін, немесе мүгедек арбасы болуы мүмкін. Берілген жұмысты орындайтын адам, жұмыстың ұйымдастырылуы және нақты бақылаумен жүзеге асырылып бағалануы. Эргономикалық жұмысты орындау бұл жоғарыда айтылған факторларға баға бере алу, қауіптілік дәрежесін анықтау, қауіпті төмендету, осы арқылы міндеттерді орындауға адамдардың шамасын жеткізу болып табылады. Жалпы жаңа жағдайларға бейімделу ол 7-10 күн аралығында жүреді. Егер 10 күн ішінде дискомфорт сақталса, бұл эргономикалық жұмыс болып есептелмейді. Керісінше, жұмыстың жүру жағдайын өзгерту қажет болып табылады. Медицинадағы биомеханика сүйек бұлшықетін, жүйке жүйесін, вестибулалық аппараттың координациялық күшеюін зерттейді. Тепе-теңдікті сақтау және тыныштық күйде қозғалыста және сонымен қатар дененің физиологиялық күйін қамтамасыз ету бұл жалпы медициналық биомеханиканың жұмысы болып табылады. Биомеханика ғылымы бір жағынан тірі табиғат қалай жұмыс істейтінін зерттесе, екінші жағынан қазіргі медицинада іс жүзінде қолданылады. Енді оқушылар тапсырма негізінде мынадай сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Биомеханика дегеніміз ауа бұлшықетін іс жүзінде қайда және қалай қолдануға болады? Медициналық эргономикаға сипаттама, Фрейд заңдарын толықтырамыз және медицина қызметкерлерінің қайсының статистикалық жүктемесі ауыр. Неге олай деп ойлайсыздар? Балалар, тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше үйге тапсырма 115-116 мазмұнды игеру және алдарыңыздағы суреттегі бір жануардың мысалында биомеханиканы зерттеу болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше күн нұрлы болғай.